Құрметті Пепе, шоуға қайта қош келдіңіз. Сізді көргеніме қуаныштымын, және де санаңыздағы қазыналы ақпараттарды алып қалу біз үшін бір мүмкіндік. Сіз өткен аптадағы Шанхай ынтымақтастық ұйымының кездесуін өзгеріс деп сипаттадыңыз. Батыс бұқаралық ақпарат құралдарында бұл туралы бірде-бір сөз қозғалған жоқ. Батыстың мұны елемегеніне таңғалдыңыз ба? Екінші сұрақ. Ол жерде өзгеріс болатындай не жағдай болды? Біріншіден, судья сізге көкжиектен күні батып бара жатқан оңтүстік шығыс Азия Таиландтан сәлем жолдағым келеді. Бұл әлемнің ең салқын бөлігі. Керемет. Ал мына жер әлемнің ең ыстық бөлігі. Күн шыққан соң бірнеше сағаттан кейін 35 градусты көрсетеді. Мұнда жыл бойы 28-ден 32 градусқа дейін. Ого. Жарайды, тақырыпқа оралайық. Бұл өте маңызды. Мен Астанада өткен Шанхай ынтымақтастық ұйым саммитінің батыс бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланбағанына таң қалмадым. Тек батыс қана емес, бүкіл Еуропада үнсіз жатыр. Біріншіден, ұжымдық батыс Шанхай ынтымақтастық ұйымының не екенін түсінбейді. Шын мәнінде, Шанхай ынтымақтастық ұйымы 11 қыркүйекке дейін бірнеше ай бұрын құрылған. Шанхай бестігі сияқты Ресей, Қытай және Орталық Азияның 3 мемлекеттері кіреді. Негізінде терроризмге, сепаратизмге, экстремизмге қарсы ұйым ретінде ашылған. Соңғы жылдар ішінде олар экономикалық ынтымақтастық ұйымы ретінде дамыды. Қазіргі уақытта көпполярлы әлемнің негізгі түйіндерінің бірі болып табылады. Бұл көпполярлы әлемінің ең керемет ынтымақтастығы болып табылады. Бір-бірімен байланысқан әртүрлі түйіндер. Бұл өткен аптада Астанада өткен саммитте айқын көрінді. Бізде Шанхай ынтымақтастық ұйымының 9 мүшесі болды. Оның ішінде айтпақшы Үндістан, Пәкістан және Иран бар. Ал 10-шы мүше Беларусь, демек қазіргі Шанхай ынтымақтастық ұйымының 10-шы мүшесі бар. Бұл өте маңызды, өйткені Ресей, Қытай, Үндістан, Пәкістан, Иран, Беларусь және Орталық Азияның 4 мемлекеті бір үстелде отыр. Бұл шын мәнінде Еуразияның көп бөлігі. Бұл Еуразияның шамамен 80%-ға, ал әлем халықтарының 40%-ға жуығы деуге бола ма? Дұрыс айтасың, Джордж. Өтте дұрыс. Батыстың үнемі Шанхай ынтымақтастық ұйымы назар аудармасының өзі оны одан да ерекше ететіні сөзсіз. Көп жылдар бұрын мен Шанхай ынтымақтастық ұйымы Еуразиядағы әртүрлі форумдары, кейбір саясилар мен дөңгелек үстелдер туралы жазғанымда, бұрын мен жұмыс істеген Азия Таймс газеттегілер менің не айтып жатқанымды түсінбейді. Ал оқырмандар, әсіресе батыстағы оқырмандар, оның не туралы екенін мүлде түсінбеді. Енді бұл БРИКС оңға бұрылыс ұйым деп азды көпті айталамыз. Демек, бізде БРИКС ондығы және Шанхай ынтымақтастық ұйымы оны бар. Және бұл өте маңызды. 3 мүше, 4-еуі, кешіріңіз, өте маңызды мүшелер, 2 ұйымының да мүшелері, Ресей, Қытай, Үндістан және Иран. Барлығы ядролық державалар солай емес пе? Ираннан басқа. Менің ойымша, Иран осы жолда. Сізбен келіспеуге өзім рұқсат берем. Әрине, Иран ядролық держава немесе ядролық держава болу алдында тұр деген көптеген негізсіз пікірлер бар. Бірақ бұл мүлде дұрыс емес. Біздің білуімізше, жоғарғы көшбасшы Аятолла Хаменеянның айтуынша исламда ядролық қаруды қолданбайды және Иран ядролық қаруға ұмтылмайды. Бұл олардың ұстанымы. Сіз өз мақалаңызда көптеген қызықты ойларды ортаға салдыңыз. Олардың бірі Шанхай ынтымақтастық ұйымы ойын ережелерін өзгертеді депсіз. Және де батыс орнатуға тырысқан ережелерге негізделген тәртіпті қолдау үшін халықаралық құқықты елемейді. Сондықтан оларға сенуге болмайды деп санайтын БРИКС пен Шанхай ынтымақтастық ұйымы жайында айтасыз. Өтте дұрыс. Сондықтан да Астанадағы талқылаудың ең маңызды сәттерінің бірі маусым айында.
Кремльде өткен ресейлік дипломаттармен кездесуде президент Путин жаңа тұжырымдаманы енгізгені болатын. Жаңа жалпы Еуразиялық қауіпсіздік архитектурасының тұжырымдамасы. Бұл негізінен 2021 жылдың желтоқсанында Вашингтон мен Брюссельге Ресей қауіпсіздігінің бөлінбейтіндігі туралы жолдаған хаттарының мазмұны болып табылады. Бұл дәл солай. Ресей жаңа идеясын ұсынды, ал Қытай мен Үндістан оны қолдап келісті. Ұстамдылық танытқанымен олар бәрібір келісті. Қараңыз, халықаралық тәртіп ережелері бойынша былай айтқанда НАТОға енгізілген бүкіл әлемнің робокоп түрі еді, қолданылмайды. Ол батысқа НАТОға бағытталған, ал Еуразия мүлде еленбейді. Біз НАТО мен Европа елдерін құптайтын жалпы Еуразиялық қауіпсіздіктің бөлінбейтін жүйесін ұсынамыз. Егер біз картаға қарайтын болсақ, онда Еуропа Еуразияның батыс бөлігінде немесе Еуразия құрылығындағы түбек екенін ұмытпайық. Ол Түркиядан Владивостокқа дейінгі созылып жатқан үлкен Еуразиялық әлемге өз билігіндегі қауіпсіздік жөнінде айта алмайды. Еуразияның ірі державаларының қауіпсіздігі Еуропаның қауіпсіздігімен тығыз байланысты болуы керек. Сіз Түркияны атап өттіңіз. Түркия бұл өте қызық жағдай. Түркия Шанхай ынтымақтастық ұйымына кірмейді, солай емес пе? Әбден солай. Қазіргі уақытта қосылмаған олар диалог бойынша серіктес. Ал Астанада кім келді деп ойлайсыз? Құдайым-ай, Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы НАТО мүшесі. Дәл солай. Сонымен бізде НАТОның мүшесі теориялық тұрғыдан НАТОның Украинадан басқа ең маңызды армиясы бар. Ол барлық практикалық мақсаттар кезінде НАТОның мүшесі ретінде қатысады. Шанхай ынтымақтастық ұйым саммитінде Ердоғанды жалпы Еуразиялық қауіпсіздік архитектурасының тұжырымдамасы қызықтырғаны анық. Ол саммитте Путинмен екі жақты кездесу өткізді. Барлық негізгі сессияларға диалогтық серіктес ретінде қатысты. Әзербайжан да сонда болды. Бұл шын мәнінде өте маңызды. Сондай-ақ ол жерде байқаушылар қатысты. Олардың арасында Ауғанстан болды. Өйткені Шанхай ынтымақтастық ұйымы Ауғанстанды мүмкіндігінше тезірек айталық алдағы 2 жыл ішінде толық қанды мүше ретінде кіргізгісі келді. Өйткені Ауғанстанда қалыпқа келтіру үшін және тұрақтандыру әрекеті жалпы Еуразиялық қозғалысқа айналады. Бұл менің Мәскеуде сондай-ақ 2 айдан аз уақыт бұрын Дохада Талибан делегациясымен кездескенімде талқылау мүмкіндігіне ие болған өте ерекше мәселе. Және олар Шанхай ынтымақтастық ұйым аясында Ауғанстанның қалыпқа келуіне өте мүдделі. Санкт-Петербург форумында не болғаны белгісіз бе? Ол жерде орыстар ұсынған Талибанның үлкен делегациясы болды. Олар талибандарды іс жүзінде бәріне ұсынды. Талибандардың еңбек министрі сонда болды. Ол Сергей Глазьевпен бір үстел басында отырып, Еуразиялық интеграция туралы әңгіме қозғады. Бұлай болатынын біз тіпті елестете де алмадық. Міне, бәрі жылдам үдеріс алып келе жатыр. Талқылаудың өте маңызды сәттерінің бірі Шанхай ынтымақтастық ұйымының барлық мүшелері мен диалог серіктестері келісетін ең үлкен мәселе. Жарайды, онда бүкіл Азия үшін қауіпсіздік архитектурасының бөлінбеушілік ұғымдары нені білдіретінін түсіндіріңіз. Мұна аумақты қараңыз.
Өтті дұрыс. Сонымен картадан көріп отырғанымыздай, Еуразия Лиссабоннан Владивостокқа немесе Лиссабоннан Кореяға дейін созылып жатыр. Мұның бәрі Еуразия. Сонымен қатар біз мұнда Римленді көреміз. Үндістанның оңтүстік шетінен солтүстік арктикалық шеңберге дейін. Сіз өтті дұрыс айтасыз. Мен қазір тұрған жерде оңтүстік шығыс Азия Римлендтің бөлігі болып табылады. Үндістан да Римлендтің бөлігі. Оңтүстік Иран Парсы шығанағы Римлендтің бөлігі. Еменде сондықтан, егер ақш пен НАТО оянбаса, олар бүкіл Еуразияның ғана емес, Римлендтің маңызды бөліктерінде жоғалту қаупі бар. Алдағы бірнеше жылда бір мезгілде Хартланд пен Римленд, өйткені Еуразияның осы әртүрлі көп жақты ұйымдары БРИКС ондығы мен Шанхай ынтымақтастық ұйымы Қытайлық бір белдеу, бір жол жобасы. Еуразиялық экономикалық одақ, Азиялық инфрақұрылымдық инвестициялар банкі қолдауымен бірігуі, осының бәрі сайып келгенде біріккен Еуразияға алып келеді. Модидің кешегі және бүгінгі Ресейге сапары да осының бір бөлігі. Біз сөйлеп тұрған кезде Вашингтонға НАТО жетекшілері, мемлекет басшылары мен сыртқы істер министрлер келеді. Вашингтонның саяси топтары бейберекетсіздікке ұшырады. Демократиялық партияның ішінде жік бар. Кейбір партия мүшелері Байденді алдағы сайлауға қатысудан бас тартуға шақырады. Ал демократтардың басқа бөлігі оның кандидатурасын қолдауды жалғастыруда. Байденнің бұған алаңдағаны анық. Бірақ батыстағы бұл көшбасшылар, соның ішінде жақында Шанхайда, қазір Вашингтонда болған Ердоған БРИКС пен Шанхай ынтымақтастық ұйымы арасында не болып жатқанын түсінеді деп ойлайсыз ба? Жоқ, олар мүлде түсінбейді. Мұны талдау орталықтарының есептерін оқу арқылы бағалауға болады. Менің кіріс жәшігім күнде осы сұмдыққа толы. Кәсіби себептерге байланысты мен олардың не ойлайтынын немесе не жариялап жатқанын білуім керек. Олар тіпті не болып жатқанын түсінбейді. Мысалы, бүгінгі таңертең мен Швецияның бұрынғы премьер-министрі Карл Блиттің мақаласын оқыдым. Онда ол Ресейдің Украинаға көрсеткен қысымы туралы және Ресейдің жеңіске жетуіне жол бермеу мәселесін көтереді. Өйткені Путин өз империясын қайта құрып, Еуропаны басып алады деген ойды алға тартады. Олар шолақ ойлайды. Әр түрлі еуразиялық державалардың түрлі көп жақты ұйымдарымен бірігіп, өзара құрметке негізделген жаңа ережелер белгілейтін көре алмайды. Олар әрқашан біріккен ұлттар ұйымы жарғысының және халықаралық құқық үстемдігінің маңыздылығын алға тартады. Бұл халықаралық тәртіпке негізделген ережелге мүлде қарама-қайшы келеді. Иә, бұл Шанхай ынтымақтастық ұйымы және бірнеше қосымша қатысушылардың суреті. Шанхай ынтымақтастық ұйымының Палестинаға қатысты ұстанымы қандай? Өздерінің ресми өте маңызды мәлімдемелерінің соңында олар болып жатқан оқиғалардың дұрыс емес екенін айтып айыптады. Әрине, олар геноцид сөзін қолданбады, бірақ олар Палестина мемлекетінің абсолютті қажеттілігін растады. Жалпы бұл олардың ресми ұстанымы. Шындығында кейбіреулері оны ресми дәл осылай білдірмейді. Мысалы, Ресей, Иран, Қытай. Тіпті серіктес болып табылатын Түркия өзі болып жатқан оқиғалардың дұрыс емес екенін сезеді. Бұл өте маңызды, өйткені олар Палестинаға қарсы болып жатқан оқиғаларды және жалпы геноцидті ақтау үшін бұрмалаған ережелерге негізделген халықаралық тәртіптің жалғасы деп санайды. Бұл біріккен ұлттар ұйымы
жарғысына және халықаралық құқыққа мүлде қарама қайшы. Шанхай ынтымақтастық ұйымының мақсаттарының қатарында сыртқы күштерді Еуразиядан кезең-кезеңмен шығару барын жазасыз. Дәл солай. Сіз бұл нақты не жайында екенін жақсы білесіз. Сіз сондай-ақ мен қазір болжап отырғанымдай Шанхай ынтымақтастық ұйымы мен БРИКС бір тұтас болады деп жазасыз. Өйткені оның мақсаты батыстық экономикалық механизмдерге балама ұсыну. Бұл БРИКС пен Шанхай ынтымақтастық ұйымы емес пе? Судья, бұлай болуы мүмкін. Біз оларды бірігеді деп нақты айта алмаймыз. Бірақ қазір Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше Лукашенко БРИКС пен Шанхай ынтымақтастық ұйымы бірігеді және бұл сөзсіз екенін былтырдан бері айтып келеді. Егер сіз олардың өзара әрекеттесу жылдамдығының және екі ұйымның мүшелері ретінде 4 жетекші державаның болуын бақылайтын болсақ, олардың келесі 2-3 жыл ішінде бір үстелге отыруы ғажап емес. БРИКС пен Шанхай ынтымақтастық ұйымы Газадағы және Ливандағы жоспарланған қырғынды тоқтату үшін соғыс қимылдарын қарастыра ма екен? Жоқ, өйткені олар әскери ұйым ретінде құрылмаған. Олар НАТО емес. Батыстағы Шанхай ынтымақтастық ұйымын түсінбейтін адамдар, бұл Азияның НАТОсы дейді. Жоқ, бұл әскери ұйым емес. Ол терроризм, сепаратизм және экстремизмнің барлық түрлерімен күресетін ұйым ретінде басталып, бүгінгі таңдағы геоэкономикалық ынтымақтастық ұйымын айналады. Мысалы, олар Астанада көлік дәліздерін талқылауға көп уақыт жұмсады. Бұл барлық үшін маңызды аспект. Бұл қазіргі таңдағы геоэкономикалық маңызды мәселе. Өткен аптада Ми-6, ЦРУ және Моссад сонда болды деп ойлайсыз ба? Білесіз бе, бұл да мүмкін. Себебі олар Қазақстанда өтті белсенді. Менің Қазақстанға соңғы сапарым бірнеше ай бұрын желтоқсан айында болды. Шетелдіктер батыс агенттіктерінің Қазақстанға ықпалын қазақтармен талқылайды деп ойламаймын. Әрине. Былайша айтқанда олар өте сыпайы түрде жеткізгендей болады. Өйткені олар осында және біз олардың не істеп жатқанын білеміз. Олар тек Қазақстанның іскер астанасы Алматыда ғана емес. Билік орталығы Астанада да өз ұяшықтары бар. Ал олар Қазақстандағы ішкі саяси қайшылықтарды жіті қадағалайды. Ал Қазақстанның көршісі, яғни әлде қайда кішкентай Қырғызстанның тұрақсыздығы ол жақта көптеген экстремистер Ми-6-да жұмыс істейтінін көрсетеді. Бұл өте күрделі және тұрақсыз аймақ. Шанхай ынтымақтастық ұйымының түпкілікті міндеттерінің бірі бөлігі біз ЦРУ және Ми-6 қолдайтын осы лаңкестік желілерде немесе бұл айталық Орталық Азиядағы шетелдік террор легионын бақылауымыз керек. Әсіресе Қырғызстан Ферғана алқабының, Өзбекстан мен Тәжікстанның арқасында. Тәжікстан нәзік қыл үстінде тұрғандай. Ауғанстан арасындағы шекара сияқты. Өзіңіз білетін шығарсыз, бірақ тағы да еске сала кетейін. Бірнеше ай бұрын Мәскеудегі Крокус сауда үйінде болған лаңкестік терактыны тәжіктер жасаған. Тәжікстандағы уағыздаушы желі арқылы оларды жалдаған. Сондықтан Шанхай ынтымақтастық ұйымы терроризмнің кез келген көрінісін мұқият бақылауы керек.
Сөзімді аяқтамас бұрын, Украинадағы соңғы оқиғаларға қатысты бірнеше сұрақ қойғым келеді. Бірақ одан бұрын Шанхай ынтымақтастық ұйымы бойынша соңғы бір сұрағым бар. Егер сіз өткен демалыс күндері сонда болсаңыз және көшбасшылардан Pax American туралы ойларын сұраған болсаңыз, олар не айтар еді? Біз орыстар мен қытайлардың не айтатынын білеміз. Біз Pax American'ы тоқтату үшін жан-жақты стратегиялық серіктестікке жұмыс істеп жатырмыз. Үндістан не нәрсеге өте мұқият қарайды. Мысалы, Моди Астанаға бармады. Өйткені Моди осы аптаның дүйсенбі және сейсенбі күндері Мәскеуге сапарына дайындалды. Сондықтан, ол өте жақсы дайындалған сыртқы істер министрі Жайшанкарды жіберді. Оның айтуынша, Үндістан Pax American'ның аяқталуына мүдделі емес. Үндістан халықаралық қатынастардың көп полярлы жүйесін мүдделі. Бұл дипломатиялық жауап болар еді. Ал Орта Азия халықтары Ресей мен Қытайдың одақтастар болар еді. Ал Қазақстанның жағдайы түсіндіруге өте күрделі. Өйткені Қазақстанда американдық инвестиция көп. Әсіресе энергетика саласына. Сондықтан Қазақстан шығыс пен батыс арасындағы өзіндік делдал болуға тырысуда. Олар Қытаймен өте жақсы қарым-қатынаста, өйткені олар бір белдеу, бір жол бағдарламасының құрамында. Қазақстанның Шыңжаңмен шекарасы бұл бір нәзік ерекше мәселе. Мен бірнеше жыл бұрын сонда болдым. Бір таңғаларлығы, сізде пойыздар, жолаушылар, автобустар үшін 3 түрлі шекара бар. Міне, Шыңжаңнан шыққанның бәрі орталық Азияны кесіп өтіп, Еуразияның басқа бөліктерде сондай-ақ батысқа жетеді. Сондықтан да оларға Қытаймен өте жақсы қарым-қатынас қажет. Қазақстан президенті Тоқаев мандарин тілінде еркін сөйлейді. Сондықтан да Қазақстан мен Қытай арасында айтарлықтай жақсы қарым-қатынас бар. Бұл ретте олар Шевронға американдық энергетикалық компанияларын міндетті түрде назар аударуы керек. Бүгінгі американдық газеттер Джо Байден қайта сайлану жарысына қалама деген болжамдарға тола. Тағы бір маңызды жаңалық. Батыс бұқаралық ақпарат құралдары Ресейдің Киевтегі балалар ауруханасына қалай шабуыл жасағанын ерекше сипаттауы. Сіз ауруханада не болғанын жөнінде білесіз бе? Орыстар ауруханаға өте жақын орналасқан Артем зауытына шабуыл жасады. Украиналық әуе қорғанысы оған қарсы зымыран ұшырды. Соңы қалай болды деп ойлайсыз? Ол ауруханаға түсті. Бұл Украина зымыраны AIM-120ID. Ал Зеленский былай деді. Бүгін Украинада Ресейдің зымыран шабуылынан 37 адам қаза тапты. Оның 3-і балалар. Ал 170-і жарақат алды. Оның ішінде 13-і бала. Жоқ, бұл украиналық зымыран екендігі расталды. Орыстар ешқашан азаматтық нысандарға шабуыл жасамайды. Арнайы әскери операция басталғаннан бастап. Бұл қағаз жүзінде құпталған. Тіпті украиналық диссиденттермен кеңінен құжатталған. Осыдан 3 апта бұрын Севастопольдегі жағажайға жасалған шабуылға Ресейдің жауап беру жоспары туралы ақпараттарыңыз бар ма? Жоқ, бұл ұлттық қауіпсіздік мәселесі. Бұл мемлекеттік құпия. Бұл әсіресе шетелдіктерге рұқсат етілмейтін нәрселер. Мәскеуде көптеген болжамдар бар. Оның өзі асимметриялық жауап ретінде. Бұл дегеніміз келесі бірнеше күнде, тіпті келесі бірнеше аптада да ұзақ мерзімді қайтарылатын жауапты білдіреді. Бірақ олар бұл зымырандардың қайда екені туралы ақпараттар жинап жатыр. Олар қазірдің өзінде Storm Shadow мен
скальпті ұстап алып, осы зымырандардың кері инженериясын жүргізуде. Олар әуе барлау желісін айтарлықтай жақсартты. Бұл оларға зымырандардың орналасу нүктесін әлде қайда жақсы анықтауға мүмкіндік береді. Бұл орыс халқының жолы және әрқашан қызықты. Оларда қанғаған жаңға-жаң деген ұғым жоқ. Үлкен қоғамдық резонанс болған жағдайда ғана болмаса. Бірақ бұл әдетте асимметриялы уақытты қажет етеді, және олар мүмкіндіктері зерттейді. Соңғы 2-3 аптада Қара теңіз үстіндегі американдық дрондардың саны азайғаны қазірдің өзінде көп нәрсені көрсетеді. Бұл дегеніміз, сыртқы істер министрі Лавровтың Америка елшісімен Ресейдегі болған әңгімесі Вашингтондағы қажетті адамдарға жеткізіліп, және олар тиісті шаралар қабылдады деген сөз. Түсінікті ме? Құрметтім, сізбен шер тарқатып әңгіме айтқаныма қуаныштымын. Мен келесі 2 аптада болмаймын, жазғы демалысым бар. Бірақ біз сізбен шілде айының соңында немесе тамыздың басында кездесе аламыз. Келесі кездесуді асыға күтем. Мен де. Сау болыңыз. Сау аптарыңыз.